Сөз тасушы адам өсектеп жүрген адамның тырнағына да тұрмайды. Өсек тасып құмардан шығатындар болады. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Өсек жасанды ақша секілді, жөні түзу адамдар оны өздері қолдан жасай алмайды, тек басқа адамдарға беріп отырады. Өсекші деген сізге басқа адам туралы айтатын адам, жалықтырып жіберетін жан, сізге өзі туралы айта беретін адам, ғажайып әңгімелесуші, сізге сіз туралы айтатын адам. Өсекші сізге өзіңіз күдіктенген нәрсені жеткізетін адам. Өз құлағыңмен естімеген нәрсені ешқашан қайталап айтпа. Сізге өсек айтқан адам сіз туралы басқа біреуге де өсек айтады. Өсек дейтін індет бар, елді құртар, бауырмалдық, сыйластық теңді құртар. Өсекшілер заманы орнағандай, бір құмалақ, бір қарын майды құртар. Өсек айт, өскің келсе, шен үлкенге, алдында бір мүсәпір көрін пенде, бере сал жолын тауып, ызғарлының ысытып жібереді көбін теңге. Ойлы адам өсекке құлақ түрмейді, ойсыз адам жел беріп үрлейді. Өсек сені күйдіру үшін таратылады. Егер сен өзің туралы тараған өсекке шындап күйіп піссең, онда өсек авторының арманы орындалғаны. Әйел ашуын өсектен алады. Сенгің келсе өсекке, кім айтты оны, соны біл. Иесіне тартқан ит көршісінің соры бұл. Баяғыда болыпты өсекшіл шал, өсек айтып күн көріп тауыпты мал, достарын, жолдастарын, туыстарын шағыстыру бұл күнде әлі де бар. Кір-кір тырнақ та өсек. Әйелдердің бас қосқан ортасы артына өсек аяң еру. Ағаш сатып алып жүрсең, өсекке қаласың. Нардай патша көңілді бұзып өтер, қара түгіл хан өзі күдік етер. Ақылға миға мина тастағандай, бүлікшіл өсек қандай құдіретең. Өсек болып, төсек болып керегі, мейлі жағы талғанынша толғасын. Бұл ел сондай аңыз айта береді, мен сияқты жүре алмайтын болғасын. Өсек те мейлі күңкілде, қаншама адам қамалуда бір күнде. Жердің беті сұмдықтарға толы болса, ендеше түрмелердің бос қалуы мүмкін бе? Өсек аяңнан аман жүредім, сөздерден ерген жаман жүдедім. Бірақ қаңқу сөз жете деген ауырту үшін адам жүрегін. Жас отбасының жауы өсек. Досың жылап мұңайса, жұбат көңілін жасытпа. Өзім сынып сыр айтса, өсекке қалма. Тырс-тырс еткен тамшы тасты теседі, былш-былш еткен өсек басты кеседі. Ел жұртты өсектеу адамдардың мінін қазбалау, көбінесе мәдени тұрғыда әлсіз, басқа тақырыптарда айтатын білімі ақпараттық қоры жоқ адамдардың ісі. Озып ем алға бір адым, озбырларға да ұнадым. Естіле түскен кешеуіктем, өсектен тынды құлағым. Ой аллай, жұрттың сақта өсегінен, айтатын жатып тұрмай төсегінен. Үндеме құлағыңды түре берсең, арттырар бүгінгісін кешегіден.
Қазіргінің адамдары қандай өзі, өсек сөзге сенеді жетпей көзі. Біреулерді сыртынан қайбаттайды, сүйектерден өтердей болып сөзі. Қадірсіздің өсегі шаң сияқты, бір сілкінсең қалмайтын. Қадірлінің өсегі заң сияқты, жалған десең нанбайтын. Адал сөзбен айтысады, өсек сөзбен сыбырласады. Ескі мешітке көкек азаншы, есі кеткенге өсек азаншы. Өсекшінің беті ешқашанда ағармас. Өсекші жоқта өкпелесу де жоқ. Өсекші аузы жыбырламай тұрмас. Өсекке кіріспе, есепке кіріс. Өсек пен өтірік егіз. Өлі адамның жаманы жоқ, тірі адамның өсектен аманы жоқ. Өшер елдің өсегі өшпес. Біздің заманымызда сөз қылар ештеңкесі жоқ адам ғана өсекке ілінбейді. Өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болар. Сіз тіліңізбен де, сөзіңізбен де жамандық жасамауың керексіз. Өсек өтірік ғайбат айтпаңыз, көзіңіз тек жақсылық дүниені көре білсін. Тас жерде қолдың ұшын бергенді айтшы, екінің бірі мырза тасқан жерде. Жамандар көре алмаған қыла дөсек, лайық заманында асқан ерді. Өсиетке терең бол, өсек сөзге керең бол. Журналистика бұл ұйымдасқан өсек. Арыз құрыз жік жала есеп өссе, бір-біріңді жоқ қылар өсек өссе, өз шешегінің емшегін өзің турап, итке тастау дегенің осы емес пе? Өсекші ел тыныш болса азады. Ұрғашы жақсысының боз жорғадай бұлғаны, ұрғашының жаманы өсек болар құрғаны. Әзілде кек, өсекте шек жоқ. Жақсылардың ісін өсекшілер бұзады. Өсиетке терең бол, өсек сөзге керең бол. Мына заман қай заман, қаскүнемге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Ынсап ұят ар намыс сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Мықты ұлт болғысы келетін елдің өсегі аз, ісі көп болса керек.